Алма бұл ең көп таралған жемістердің бірі. Алма көптеген ертегілер мен хикаяттарда сұлулық, денсаулықтың символы болып бейнеленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп, бағалағаннан хабардар екенін көрсетеді. Табиғи алманың жер шарында бізге 36 түрі белгілі. Олардың 10-12-сінің шаруашылықтық маңызы бар. Алманың жаздық, күздік, қыстық сұрыптары бар. Алма ағашының өмір сүру ұзақтығы 20 жылдан 100 жылға дейін, ал биіктігі 4-10 метр болады екен. Алма жемісін тасымалдауға, сақтауға жарамды, тағамдық заттарға бай, дәмді келеді екен, әрі жақсы өңделеді. Алманың құрамында А, С, В, В1, В2 дәрумендері кездеседі. Сонымен қатар марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш, темір микроэлементтері де бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілетті жақсы дамытады. Ал ең бастысы алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне 1 алма жеу қажет. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет екен. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады екен. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады екен. Алманың құрамындағы дәрумендердің әр қайсының өзінің мөлшерде, қажетті мөлшерде адам денесіне болуы міндетті. Яғни дәрумендердің барлығы адам денесіне қажетті дәрумендер. Дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне 1 алма жеуге кеңес береді. Жасыл алмадан аллергия болмайды екен. Ол шөлді басады, өйткені 87%-ға судан тұрады екен. Құрамындағы калий мен кальций тіс эмалін және сүйектерді қатайтады екен. Алма калориясы аз жеміс болып табылады. Сол себепті артық салмақ тастау диеталарында міндетті түрде болады. Бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға төмендейді екен. Алмалар теріге пайдалы. Ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіреді екен. Алманың құрамындағы мырыш иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмектеседі. Инсульттің болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуынша, алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен сақтайды. Ас қорытуды жақсартады және ішекті тазартады. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады. Сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекциялары кезінде өте пайдалы. Өйткені оның құрамында каротин, темір және марганец бар. Бұл жемістің көбімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша без ауруын алдын алуына көмегін тигізеді. Сонымен қатар алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. Алманың пайдасымен қатар аздаған зияны да бар екен. Ол алманың қышқылдығы. Алма қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Тіс эмаліне да қатты әсер етсе, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады екен. Ал алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзалырақ екен. Ақпараттар пайдалы болса, керек екен арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.